Егер проблеманы шешу мүмкін болса, онда оны уайымдамауға да болады. Ал егер оны шешу мүмкін болмаса, онда оны уайымдағаннан пайда жоқ. Кетем дегенді ұстама, келем дегенді қума. Майда өзендерден тіксінбегендігімен теңіз ұлы. Шарап ішетіндер оның зиянын білмейді, ішпейтіндер оның пайдасын білмейді. Уайым қайғы жыртылған көйлек, онымен сыртқа шықпау керек. Жатқандар ғана сүрінбейді. Бір жылы сөз 3 қыс айына жылылық бола алады. Ақмақтар мен есерсоқтарға жол бер. Тез деген жай деген сөз, бірақ тоқтам болмауы керек. Күн адал мен арамды таңдамай, бәріне ортақ жылу сыйлайды. Біреуден күдіктенбес бұрын оны алдымен 7 рет сынап ал. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырдың еншісіне қалдыр. Жеңіс қарсыласына қарағанда 1,5 сағатқа шыдай алатын адамға ғана бұйырады. Күліп тұрған адамға ешкім тапанша тақай алмайды. Нағыз құмыра нашар шебердің қолынан шықпайды. 3 жаста жаның қандай болса, 100 жаста да сол күйі болады. Егін піссе, басын төмен түсіреді, адам байыса, басын жоғары көтереді. Сұрасаң, 1 минут ұяласың, сұрамасаң, өмір бойы ұяласың. Ерлі зайыптыларға күйеуі және әйелі болу ғана аздық етеді. Кейін жан жақтан іздемес үшін олар бір-біріне дос әрі көңілдес те болу керек. Қайғы келсе, өзіңе арқа сүйе. Бір генерал табудан гөрі 10 әскер табу оңайырақ. Конфуцийдің де үнемі жолы бола бермеген. Кез келген әйел қараңғыда, алыстан және қол шалтырдың астында әдемі болып көрінеді. Тойласаң бәрі келеді, қайғырсаң жақының ғана келеді. Біреудің жақсылығын да ренжіткеніндей ұзақ ұмытпа. Жалаңаш адам ештеңе жоғалтпайды. Әйел қаласа, жар тасты да жарып өтеді. Жаманның досы болғанша, жақсының жауы бол. Қарапайым адамдар болмаса, ұлылар да болмас еді. Биікке шыққысы келіп, өзеуреген жан түбінде өзіне баспалдақ табады. Ері мен әйелі қол мен көздей болсын, қол ауырғанда көз жылайды, көз жылағанда қол жасын сүртеді. Күн жақсыларды білмейді, күн жамандарды да танымайды, күн біреуді жылытайын демейді, өзін тапқан адам күндей жарқырайды. Теңіздің үлкендігі кішкентай өзендерді де бауырына басатындығынан. Алыс жолда жақыннан басталады. Әдемі күн жақсы жеміс бермейді. Бұтақтың суретін салғанда желдің тынысын сезен біл. Тым әділетшіл болу ақмақтықпен шектеседі. Күлкісі жарқын үйге бақ қонады. Суық шай мен суық күрішке шыдауға болады, бірақ салқын көз қараспен ауыр сөзге шыдау мүмкін емес. 10 жаста данышпан, 20-сында кемеңгер, 30-дан кейін қарапайым адам. Ойласаң, шешім қабылда, шешім қабылдаған соң ойланба. Сұрау бір сәттік ұялу, білмеу өмірлік ұят, сүйекке таңба.
Тізем бүгілді деп қорықпа, тіктелуің оңай болады. Терең өзендер үнсіз ағады. Егер жолға өз еркіңмен шықсаң, онда 1000 шақырымда біреудей ақ болады. Сіз өзіңді өзгерт YouTube арнасындасыз. Қазақ тілді контентті қолдау үшін каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз.